Прогрессия. Бүгінгі өтетін сабағымыз осылай. Енді арифметикалық прогрессия жайында не білеміз? Бұл жерде элементтер қосылады или көбейтіледі, естігенсіздер ме? Қайсысы болады? Қосылады, иә? Давайте онда мынандай бір сан ала қояйық, бір тізбек ала қояйық. Тізбек дегенмен таныстыратын болсам, тізбек деген бір арнайы бір формулаға бағанатын қатар, иә? Санды қатар. 4, 7 болатын болса неше қосылды? Уже 3 қосылды, иә? 10 кетеді мында, 13 кетеді. Осылай жібере береміз ғой, иә? Так, енді осының бірінші элементін арифметикалық прогрессияда адан басталған соң, мынаны біздер А1 деп алсақ болады, мынаны А2. Реттік нөмірлер нешінші орында тұр, соған байланысты қоямыз. Мұнда А3 болады, мына жерде А4 болады, мына жерде А-ный болады. Енді 4-тен басталған соң какой-то бір элемент ете аласыңдар ма? 100-ге жақын бір элементтің нөмірін ете аласыңдар ма? Примерно қанша болады? 4-тен басталса 100-ге жетуге болады ғой, иә? Енді 3 қосылып атса, ары қарап. Жоқ, қараңыздар, 3-ке артып атыр. 3-ке артып жатыр да. Какой-то бір элементтен жерге айта аласыңдар ма деймін? Сан айту. Иә. Осының мүшесіне жататын бір қандай да бір 101 деңгей деген санды айта аласыңдар ма примерно? Қалай болады? 103 болады. 103? Точно жата ма? 103 дейді. Сенімсіңдер ма? 103. 4 азайтсақ 99, 3-ке бөліне ма? Жатады, е? Так, енді қараңыздар, бұл жерде кеңіз. Мына жерде қосылып отырған сан қанша? 3, е? Осы нәрсені бізде арифметикалық прогрессияда арифметикалық прогрессияның айырымы деп айтады. И оны бізде не дейді? Плюс қанша? Д деп береді. Мынанда плюс Д деп бере береді. Қосылып отырған сан қанша болып тұр бізде? 3 қой, е? Д-ның мәні біздің немізде, мысалымызда қаншаға тең екен? Д бізде 3-ке тең екен, е? Мінекей, осын жазып алдық. Енді осы жерден мен бүйтсем, А1-ге неше рет Д-ны қоссам А2 шықты. А1-ге 1 рет Д-ны қоссам ба? Қосылған, немене деймін? 1 көбейтілген Д десем болды. Тең қанша болды? А2-ге тең болды. Ал егер де бүйтсем ше, А1 деймін да, қосылған неше рет Д-ны қоссам А3 шығады. 1 рет қостым, 2 рет қостым ғой, 2 көбейтілген Д деймін де, қанша болады екен? А3 болады екен, е? Енді мына сандарға бір қараңдаршы. Нердегі 1-ге қараңдар, мына бір реттік нөмірге қараңдар, мынаған қараңдар. 1-ге 2-ні қоссам 3 шыға ма? Реттік нөмір орындалып тұр, е? Осылай болатын болса, мына жерден бір бүйтсем қалай болады? А1-ге неше рет Д-ны қосқан жағдайда менде А-н шығады. Не істеймін? 3-тен 1-ді азайтсам 2 шыға ма? N-нен 1-ді азайтсам, нердегі шықпай ма, е? Қанша болады? N-1 шыға ма? 1-ге N-1-ді қоссам, -1 мен 1 қысқаратта неше шығады? N шығады ғой, е? Бұл бізде реттік нөмірлеріне байланысты. Мынау бізде негізі уже формуласын қорытып алдық біздер. Көріп отырған болсақ ше, А-н тең болады А1-ге қосылған N-1 көбейтілген Д деген формула бар ғой бізде. Сол формуланы қорытып алдық. Так, осы жерден біздер кез келген элементін тауып алсақ болады, мысалы мынаның. А-нның орнына біз кез келген бір сан берсек. Нешінші мүшесін табамыз, мысалы үшін? 50-ші орында тұрған санды тауып көреміз, мысалы үшін қараңыздаршы. А50 деймін. Осын табатын болсам не істеймін? Бірінші мүшеге неше рет қосамын? А1-ге қосуым керекпін. Нешені қосамын? 49 рет нешені қосамын? 49 рет Д-ны қосам ғой, е? Так, осын таба қояйық. А50 қосылған А1-дің орнына неше тұрады бізде? Ең бірінші элемент қанша? 4 па? 4-ке қосамыз нешені? 49 көбейтілген неше болады? Негер тең қой. Д-ның орнына біздер 3-ті қоямыз. Қанша болады? Есептесек, анау 150-ге үшеу жетпейді, 151 болады, е? 151 шығады екен. Түсіндік қой, реттік нөмір бойынша табатын. Тек қана бірінші мүшеден бастап таба аласыңдар ма, или басқа мүшелермен де табуға бола ма? Басқа мүшемен табуға болады. Соған енді бір ойланып көрейікші. Мына жерде бізде немене бар? А1 бар, А2 бар деп осылай келетін болсақ, нерде бар? К-сыншы элемент болсын да. Потом өтіп өтеміз, нерде не бар? Н-ші элемент бар деп. Так, К-сыншы элемент, ортадағы бір элемент, осыдан N-ге жету керек біз. Енді түсінікті шығар, е? К дегеніміз реттік нөмірі N-нен кіші екендігі. Понятно ғой, е? Ортадағы бір элемент болған соң. Осыдан бастап N-ге дейін енді жетіп көрейік. Қалай жетеміз? Қалай ойлайсыңдар? N-ні К-ны азайтамыз ба? Нерде қанша рет Д бар? Просто вопрос осы ғой. Неше рет Д бар?
n минус a1 ғой. егер де оны білмейтін болсақ мынаны жоқ, көрейік. a2 минус a1. А1 А2 дейін не жерде a минус А10 дейін қараңыздар. aka ғой. Осылай кетемін да неге А17 деп қояйын. Енді табу оңай болады. Арасында қанша рет бар? А10-нан мынаған дейін баратын болсам 7 рет па? 7 рет қоя. 7 бар қоя. Реттік нөміріне қараңыздар. Нерде қалай болады сонда? N минус К рет S не бар? Д бар. Дұрыс па? Осылай ғой. Болды. Қандай да бір К-сыншы элемент болатын болса, АН так қалай аламыз? d тең болды. АК қосылған нені қосамыз? жоқ. Енді бұны белгісіз деп былай қойсам да болар еді ғой. N деп қойсам. иә. Жерде неше болады? Жаңа нәрсе болмай ма? n минус k. N минус К. Ортада осы болады ғой. К-ға қосамыз N минус К-ны. Мынау мен мынаны қосқан кезде плюс К мен минус К қысқарады. Не қалады? N қалады. Қандай да бір ортадағы элементпенен соңғысын табуға байланысты еді. Так. Енді осы жерден нерден d-ның формуласын бәрін қорытып алуға болады, иә? иә. Қараңыздаршы. Мына жерден қалай болады d-ның формуласы? d тең a минус n. Мінекей. АК деген ар жаққа азайтыла ма? D тең АК-ны азайтамыз. То есть АН минус немене? АК болады. Бөлінген неше? N минус К, иә? Реттік нөмірлерін көрдіңіздер ма? Тура соның өзі азаяды екен. Мінекей. Осы формула негізі нерде основной. Бізде мектепте мынаны основной қылып оқыған. Нерден d-ны табайықшы? А1 ар жаққа азайтыла ма? Не? АН минус қанша? А1 бөлінген қанша болады? N минус 1. Екі формуланың қайсысы основной болды? Бір болғаны основной бола ма? Или К болған основной ма? К болғаны. Мынау кез келген аралықтан да, бірінші элемент белгісіз болуы мүмкін ғой, дұрыс па? Бірінші элемент белгісіз болуы мүмкін.